Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай оңай әрі тез дайындалатын таңғы астың рецебімен бөлісейін деп тұрмын. Ол үшін бізге осындай шұңғыл ыдысымызды алып аламыз және бізге 3 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны осылай саламыз. Осылай салып алғаннан кейін достар, енді кейбіреулері әртүрлі жасайды. Мысалы жұмыртқаға тұз қосып, немесе укроп, көкөністер қосып та жасауға болады. Енді мен көбінесе қыздарым тәтті жақсы көргеннен кейін осы жұмыртқаның үстіне 2 үлкен қасықпен осылай қант саламын. Міндетті түрде жасамасаңыз да дәл осылай жасап көріңіздер, өте дәмді, әдемі болып шығады. Енді осылай араластырып аламыз. Үйдегі бар заттардан жасалады. 2 жұмыртқадан да жасауға болады. Бір адам болатын болса, бір жұмыртқадан да жасауға болады, енді көресіздер. Осылай араластырып аламыз. Артық еш нәрсе керек емес. Жұмыртқа 2 ас қасықпен бізде қант қостым. Енді сковородкаға кішкене майымызды құйып алып, енді қуырып алатын боламыз. Міне нан үйде қалған, 2 күн бойы желінбей қалған нандардан осылай жасап тастасаңыздар болады. Нандар қалған болса үйде лақтырмаңыздар. Міне осындай, бір тістелген осындай нандардан біз бүгін таңғы ас жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде жасасаңыз, ойыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Сковородкаға осылай майымызды құйып алдық. Енді осы майымызға қазір нанымызды осылай батырып аламыз да. Енді өздеріңізге қалай ыңғайлы осылай салып қуырып аласыздар. Тез әрі жылдам дайындалатын таңғы астарымыздың бірі. Осылай батыр. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Өте әдемі, тез женіп қалады. Көбіне жасай. Міне өзі 4 нанымызды салып қойдық. Сол кезде өзі жұмыртқамыз осылай азая бастайды. Енді бір қалған нанымызға осы жұмыртқа жеткілікті болады. 2 тістеп желінбей қалған нандар болатын болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне достар, мендегі таңғы ас осылай дайын болды. Осындай жүп-жұмсақ әдемі жұмыртқадан осындай кереметтей таңғы асты жасадық. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Міне бізде желінбей бір тістеліп қалған нандардан да осылай жасап тастадық. Достар, сіздерге ортасында көрсетейін. Қандай болғанын. Жүп-жұмсақ күшті болып тұр ғой енді. Осылай таңғы асты сіздер де жасап көріңіздер. 5 минутта дайын болады. Сау болыңыздар.